Акуланың ер адамды тірідей жеген жан түршігерлік видеосы тарап кетті. Египеттің Хургада туристік аймағында 23 жасар ер адамды акула тірідей жеп қойған. Жан түршігерлік видео көпшіліктің жағасын ұстатты. Куәгерлердің айтуы бойынша ер адам суда бейтаныс әйелмен шомылып жүрген. Акула шабуыл жасаған сәтте қыз қашып үлгеріпті. Қазіргі таңда қайтыс болған ер азаматтың Ресей азаматы екендігі анықталған. Туристердің сөзінше Ресей азаматын құтқармақ болғанда акула ер адамды судың астына тартып әкеткен. Сондай-ақ көз жұмған азамат турист емес, бірнеше айдан бері Египетте тұратындығы анықталыпты. Қазір қалада барлық жағалаулар жабық, кейін жергілікті тұрғындар шабуыл жасаған акуланы ұстағандарын мәлімдеді. Ал сіз осы оқиғадан кейін Египетке турист болып барар ма едіңіз?